Assalamu hurmatli studentlar. Bizning onlayn darsimizni boshlaymiz. Bugungi bizning taqdirimiz elektr toraplarında qo'rg'ov apparatlari. Savolımızın maqsadi elektr toraplarında qo'rg'ov apparatlarining turlarini және жұмыс істеу қағидаларын меңгеру. Elektr qo'rg'ov apparatlari, ya'ni boshqaruv qurollari elektr energiyasini өндіруде, таратуда және тұтынушыға тасымалдауда олардың қалыпты әрі қауіпсіз жұмысын қамтамасыз ету үшін қолданылады. Электр энергиясын қажетті уақытта беріп, қажет емес кезде тоқтатып және электр энергиясының одан түрленген энергияның параметрлерін өзгертуге арналған аппараттары басқару аппараттары деп атаймыз. Мысалы, басқару аппараттары электр жидектерін қозғалтады және тоқтатады, түзейді. Және сондай-ақ басқару аппараттары қолмен басқарылатын және автоматты басқарылатын болып екіге бөлінеді. Егер аппарат адамның әрекет етуі нәтижесінде басқарылатын болса, жалпы айтқанда тетіктермен, кнопкалармен қолмен басқару секілді. Ол қолмен басқару аппараттары болып табылады. Екінші түрі автоматты басқару, ол тәуелсіз сигналдар немесе сондай-ақ программалармен басқару аппараттар ол автоматты басқару аппараттары болып табылады. Басқару және қорғау аппараттары номинал кернеулері бойынша төменгі кернеу және жоғары кернеулік болып топтегі бойынша тұрақты және айнымалы топтық болып бөлінеді. Тұрақты және айнымалы топтық. Басқару аппараттары тағы бір қасиеттері қалыпты жұмыс шарттары. Яғни қысқа тұйықталудың алдын алу және ажырату, қорғау үшін ажыратқыш автоматтар қолданылады. Олар тоқ шамадан артып кеткенде тізбекті ажырататын максимал және минимал деп аталады. Минимал, яғни тоқ кернеу шамадан тыс аз болған кезде ажырататын автомат түрлері. Суретте көрсетілген қысқа тұйықталу орын алу жағдайында басқару аппараттары автоматты түрде іске қосылады. Басқару аппараттары іске қосылу уақытына қарай үшке бөлінеді. Әдеттегідей, іріктей және тез әрекет етеді. Және олар полюстеріне байланысты бір полюсті, екі полюсті және үш полюсті болып бөлінеді. Bir polüsті автоматтар bir фазалы топтарға, екінші полюсті автомат, екі фазалы, үш полюсті автомат, үш фазалы топтарға арналған. Енді осы жаңа тақырыбымыз бойынша сіздерге арналған тапсырмаларымыз бар. Бірінші тапсырмамыз автоматты ажыратқыштың құрылысын жеке атап жаз. Автоматты ажыратқыштың суреті берілген. Соған қарап сіздер құрылысын бөліктерін атап жазуларыңыз керек. Екінші тапсырмамыз қысқа тұйықталу зардаптарынан сақтану қорғау аппараттарының қандай пайдасы бар. Мынандай қысқа тұйықталу орын алу жағдайларында басқару аппараттары қалай жұмыс істейді? Жұмыс істеу қағидаларын рет-ретімен жазуларыңыз керек. Және соңғы тапсырмамыз өмірде практикалық тұрғыда басқару құралдарын қалай қолданар едіңіз. Келешекте практикада бұл құралдарды өзіңіздің жұмысыңызда қалай жүзеге асыруға болады. Қай мақсаттарда қолданасыз. Сол тұрғыда жазасыз. Сол тапсырмаларға сәйкес сіздерге бағалау критерийлері берілген. Қанағаттанарлық, жақсы, үздік. Осы үздік бағалау критерийін мақсат ала тұрып, үздік жауап беруге ұмтыламыз. Бүгінгі дәрісіміз осымен
аяқталды. Назарларыңызға рахмет.